Төлен Әбдіков, әке повесті. Әкемнің сырқаттанғанын біліп, ауылға самолетке билет алған болатын. Үйге кірсем, әкем төсекте кішкентай болып жатыр екен. Адам азып кетсе, өте кішкентай болғанын енді көріп тұрғаным ғой. Әкем мен анамның ең үлкен арманың мені үйлендіру болатын. Мен 10-шы сыныпты қызыл дипломға бітіріп, Астанаға университетке түскен болатынмын. Университетке түскенде мен 3-ші курс оқитын Кәмшат деген қызбен таныстым. Кәмшат деген қызбен біз үйленуге шешім қабылдадық. Сөйтіп біз екеуміз ауылға барған болатынбыз. Ауылға барып, сол жақта бір айдай тойын жасап, қайтадан қалаға келіп оқуымызды жалғастырдық. Мен сол кезде әкеме қалаға көшіріп алып келейін деген болатын. Бірақ әкем, балам-ау, қоя тұр. Мен малдардың бәрін жан-жаққа таратып бітпедім. Малдарды ешқайда жібермедім. Келесі жылы бұйырса малдарды жан-жаққа таратып, қаладан бір шығамын деседі. Дәл көшетін жылы әкесі қатты сырқаттанып қалады. Сөйтіп, қалада оқып жатқан баласы тез-тез ауылға келіп, әкесінің хал жағдайын білген болатын. Әкесінің жанында көптеген туыс-туғандары, әйелдері, молдалар отырған болатын. Сонда бір молда айтып, қалжыңдап: «Ей, Сейсен, сенің балаң келгенде сенің тез-тез жазылып кететін әдетің бар еді ғой», деген болатын. Сөйтіп, әкесінің халі нашарлай береді. Молда бір кезде Ақшымылдықты әкеліңдер деп, Ақшымылдыға келеді. Және де әкесі жатқан жеріне Ақшымылдық тұтып, ішіне кіріп операция бастайды. Операция жасап жатқанда әкесі өмірден озады. Сейсен өмірден озып, оның көрін қазып жатқанда топырағы өте жұмсақ болған болатын. Ал осыдан бір ай бұрын қайтыс болған көрші апаны көрін қазғанда топырақ өте қатты болып, даже тіпті. Мен осы челленджді номер 2-ші орта мектепке жолдаймын.